Бірінші есептің А есебі абсцисса, яғни x 4-ке тең болатын функция графигінің ординатасын табыңыз дейді. Y тең 2x квадрат минус 5x плюс 3. Яғни x-ның орнына 4 қоямын. 2 көбейту 4-дің 2 дәрежесі минус 5. Көбейтілген 4 қосылған 3. Сонда 4-дің квадраты бізде 16. 16-ны 2-ге көбейтсек 32 азайтылған 20 қосылған 3. 32-ден 20 12, 12 ұштасаң 15 болады. Сонда ординатасы 15-ке тең дейміз. Жауабы. В есебі y тең x квадрат минус x минус 25 функциясының графигінің ординатасы, яғни y 5-ке тең нүктесінің оң таңбалы абсциссасын табыңыз дейді. Сонда x квадрат минус x минус 25 тең 5 деп жаңа дискриминантқа саламын. X квадрат минус x 5 мыняққа минус бөлсе минус 30 болады деген сөз. Сонда дискриминант тең 1. 1-дің квадраты ғой, енді минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 30 болып тұр. Сонда 1 қосылған 4 121. Бұл бізде 11-дің 2 дәрежесі деген сөз. Сонда x1 дегенім минус 1 болса плюс 1 азайтылған 11 бөлімде 2. Демек минус 10-ды 2-ке бөлсем 5 болады. Минус 5. x2 бізде 1 плюс 11 бөлінге 2. 12-ні 2-ке бөлсем 6 болады. Бізде енді айтып отыр оң таңбалы абсцисса деген. Сонда x тең 6 деген жауапты аламыз жауабы. Жақсы. Мына жер бөлгенмен с-ны мұнда жазайын. С. Y тең 3x квадрат минус 5x плюс 6 функция графигінің ординатасы, ордината болғанке 4-ке тең болатын абсциссасының айырымның модулін табамыз. Сонда 3x квадрат минус 5x плюс 6 тең 4 деп аламыз да. 3x квадрат минус 5x 4 мыняққа минус болып өтсе плюс 2 тең 0 болады. Дискриминант 5-дің квадраты 25 азайту 3 көбейту 2, жаңа формуладағы 4 бар, сонда 25, мынау азайту 24 тең 1 болады деген сөз. Сонда x1 деп отырғаным 5 азайту 1 бөлімінде 2 көбейтілген 3. Яғни 4 де 2 де 3, қысқарып жүрсем 2 бөлінген 3 бола ма? x2 деп отырғаным 5 қосылған 1 бөлімінде 6, сонда 1 болады деген сөз. Бізде айтқан с-да не деді? Айырымының модулін, абсциссалардың айырымының модулін табамыз. Яғни 3-тен 2-ден азайтам 1-ді модуль. 3-тен 2 азайту 3-тен 3 деп жазуыма болады. Немесе ортақ бөлім берсек те болады. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. 3-тен 1 минус, сонда 3-тен 1-ге тең деген сөз. Жақсы. Ал мен мұнда симайды мен өшірейін. С-дан кейін келесі бізде д-ны жазамын. Яғни координаталары 2-де 5 болатын нүктесі арқылы өтетін y тең ax квадрат қосылған 3 функциядағы а коэффициентін табамыз. Яғни нүкте x және y-ді берегендіктен орнына қоя салам. Y-дің орнына 5-ті қоям, а x-дің орнына 2-ның 2 дәрежесін қоямын да шығарамын. 2-ның 2 дәрежесі 4a тең 5, 3 неға минус 3 болып өтеді. Сонда 4a тең 2, a тең 2-ні 4-ке бөлемін, қысқарып кетеді. 2-ні 1, 2-ден 1, немесе 0,5 болады. Жауабы a тең 0,5 болады. Егер парабола төбесінің координатасы минус 2-де 5,
болса, онда y тең x квадрат bx қосылған с функциясы үшін b-да с коэффициентін табыңыз дейді. Яғни x нолевой дегенім бұл b бөлінген 2a. Яғни мынау x нолевой, мынау y нолевойды береді. Сонда бұл жерде бізде b белгісіз, a деп отырған x квадраттың алдындағы саным 1-ге тең. Енді бұл жерде x нолевой деп отырған минус 2, минус b, 2 көбейтілген 1 деген сөз. Сонда v деп отырғаным, 2-ні мынаға минус өткізіп жіберем, минус 2 көбейту минус 2, 4 болады. Онда y нолевойдың формуласы, дайын формуласына қоямыз. ax нолевойдың квадраты қосылған bx нолевой қосылған с формуласы бойынша шығарамыз. Яғни y нолевой деп отырған 5, a деп отырған бізде 1, x 1 көбейту минус 2-нің 2 дәрежесі қосылған v деп отырғаным бізде 4-ге тең болды. 4 көбейту минус 2 қосу с. Енді үш жерін шығарам. Так, мынау бізде с теңдікші 5. Мына жерім менің 2-нің 2 дәрежесі 4 болады. Мына минус 8 болады. Сонда 4-тен 8-ді азайтса минус 4. Келесі жаға плюс 4 болып өтеді. Сонда s тең 9 болады. Сонда жауабы бізде v тең 4-ге дейміз. С тең 9-ға дейміз. Жақсы. Екінші есеп функция берілген. Яғни y тең x квадрат минус 13x қосу 42 деген функция беріледі. А есебінде f3-ті қоям. X квадрат, мен сразу жазсайын 13x қосу 42, со x-дің орнына 3-ті қоям. 3-тің 2 дәрежесі 13 көбейтілген 3 қосу 42. Сонда мына жерде 3-тің 2 дәрежесі 9 азайтылған 39 қосу 42. Яғни 42-ді 39-ден 3 болады. 9-ға 3-ті қосып жіберсең 12 болады деген сөз. Б бөлімінде f минус 2 минус 2-нің квадраты 13 көбейтілген минус 2 қосу 42. 2-нің 2 дәрежесі 4 қосу 26 қосу 42. Мына екеу 30, 30-ға 42, 72 деген сөз. Жақсы. Так, b енді екен ғой, енді b-ны шығарам. Бұл жерде графигі k-да 6 нүктесі арқылы өтетін белгілі болса, k-ны табыңыз дейді. Яғни орнына қоям, y тең k квадрат яғни мына есептің орнына қоям. y-тің орнына 6 қоям, x квадрат орнына k квадрат 13k қосу 42. Сонда k квадрат минус 13k қосу, яғни бізде 42-ден 6-ны азайтсам 36 болады. 36 тең 0. Дискриминант 13-тің квадрат 169 азайту 4 көбейту 36. 169-да азайтамын, 144 болады, тең 25 болады. 25 ол бізде 5-дің 2 дәрежесі болады. Енді үш жерден k-ны табам. K1 13 азайту 5 бөлімінде 2. 8-ден бөлем 2-ні 4 болады. K2 деп отырғаным 13 қосылған 5 бөлімінде 2. 18-ді 2-ге бөлем 9 болады. Сонда жауабы 4 және
9 деген сан. Жақсы. Үшінші дәреже екі айнымалса теңдеу жүйесін шешіңіз дейді. X квадрат, 2y квадрат тең 57. Мынау x минус y тең 5. Алмастыру тәсілін қолданам. X қалдырамда 5 плюс y деп орнына барып қоям. 5 қосу y-тің 2 дәрежесі қосылған 2y квадрат тең 57. 5-ің квадраты 25 қосылған 2 еселенген 10y қосылған y квадрат 2y квадрат тең 57. Сонда мынау 3y квадрат қосу 10y 57-ден 25 азайып кетсе минус 32 болады тең 0. Енді дискриминант қылып шығарам. 10-ның квадраты азайтылған 4 көбейтілу 3 көбейту минус 32. 100. Сонда 32-ге көбейтемін 12-ні. 384. 32-ні алып плюс бойынке плюс болады. Сонда 484. бізде 22-нің 2 дәрежесі болады. Сонда y табайық. Y 1 деп отырғаным минус 10 азайту 22 бөлімде 2 көбейтілген 3. Минус 32. 2 көбейту 3. Қысқарып кетсе 16. Минус 16-дан 3 немесе минус 5,3-тен 1. Y 2 минус 10 қосу 22. 2 көбейту 3. 12-ні бөлемін 6-ға. Мынау болады 2 болады. Енді осы жерде x табайын. x1 деп отырғаным 5 қосылған минус 5,3-тен 1. Яғни ортақ бөлім. Минус 3-тен 1 болады. x2 деп отырғаным 5 қосу 2 тең болады 7 болады. Сонда жауабы егерде минус 3-тен 1 болса, минус 5,3-тен 1 болады. Егерде 7 болса, 2 болады деген сөз. Жақсы.